Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Шу қаласындағы Жібек жолы мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Жиренбаева Камша Диханбекқызы. Қазіргі таңда оқушыларға қашықтықтан білім беру үшін интернет желісінің пайдасы өте зор. Қашықтықтан білім беру мақсатында мен WhatsApp веб және Zoom программасын қолданғанды жөн көрдім. Яғни сабақта алдын ала жоспарлап, слайд программасына түсіріп, оқушыларға WhatsApp веб арқылы жолдаймын. Оқушылар WhatsApp'тан келген тапсырманы ашып қарап, яғни сабақтың тақырыбымен, мақсатымен танысып, жоспарланған тапсырмаларды орындай алады. Бүгінгі сабағымыз 5-ші сыныптың қазақ әдебиеті пәніне арналған сабақтың тақырыбы Нұрдәулет Ақш нағыз әже қайда әңгімесі. Яғни сабақтың мақсаты әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуына сипаттау. Оқушылар бұл екінші сабақ болғандықтан оқушылар Нұрдәулет Ақштың өмірі мен шығармашылығымен таныс, және де үйде нағыз әже қайда әңгімесін оқып мазмұнымен таныс болып келеді. Одан әрі біз тапсырма орындауға кірісеміз. Яғни бірінші тапсырма білу тапсырмасы, зымыран сұрақтар әдісі бойынша оқушылар мына тапсырмаларды орындайды. Екінші тапсырма хикаят кестесі тапсырмасы. Бұл жерге оқиғаларды рет-ретімен орналастырады. Келесі үшінші сабақты қорытындылау мақсатында әжеге тән қасиеттерді тірек сызба арқылы көрсетеді. Міне осы слайд программасында дайындалған тапсырмаларды мен қазір оқушыларға WhatsApp веб арқылы жолдаймын. Яғни ноутбукта алдын ала білесіздер, WhatsApp вебті орнатылған, сол орнатылған бойынша біз WhatsApp-тан оқушыларға осы программаны жолдаймыз. Яғни 6-шы сыныпқа жолданады. Одан әрі оқушылар бұл тапсырмамен таныс болғаннан кейін біз ол оқушыларға Zoom программасына қосылуды талап етемін. Оқушылар Zoom программасына қосылады. Zoom программасының конференциясына қосылу арқылы мен оқушылардан берілген тапсырмалардың жауаптарын ауызша сұрау арқылы дер кезінде кері байланыс беріп отырамын. Және де оқушылар да өздерінің бір-бірінің сұрақтарына жауаптарын ала алады, және бір-бірлеріне кері байланыс бере алады, және де дер кезінде бағаланып отырылады. Осы Zoom программасының сабақ өту барысында пайдасы өте көп деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет.